Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5-ші сыныптағы математика пәні бойынша ондық бөлшектер, ондық бөлшектердің оқылуы және жазылуы. Пән мұғалімі Ибрахимбекова Нұргүл. Сабағымызды бастамас бұрын номері 701 есепті үйге тапсырма етіп алған болатынбыз. Осы есепті шығарылуын тексерейік. Дескриптор арқылы бірінші бригаданың жұмысын бітіретін уақытты табады, екінші бригаданың жұмысты бітіретін уақытын табады, екі бригаданың жұмысты бітіретін уақытын қосады, бөлігі бойынша санды табады. Сабақ бастамас бұрын миға шабуыл сұрақтарына жауап беріп өтіңіздер. Санның бөлігін табу үшін не істейміз? Бөлігі бойынша санды табу үшін не істейміз? Бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер шығарғанда орындалатын жұмыс мөлшері қалай алынады? Жаңа сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектер, ондық бөлшектердің оқылуы және жазылуы. Сабақтың мақсаты ондық бөлшек ұғымын меңгеру, ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшек берілген санның түрленіп, өзгешеленіп жазылуы. Кестеге қараймыз. Бүтін бөліктердің разрядын жүздіктер, ондықтар, бірліктер деп аламыз. Ондық бөлшекті оқығанда алдымен бүтін бөлігі оқылып, оған бүтін сөзі қосыла айтылады. Сонан соң ең соңғы разряд аты аталынып, одан кейінгі бөлшек бөлігі оқылады. Бөлімдері 10, 100, 1000 және тағы сол сияқты разряд бірліктері болатын кез келген жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Кестеге қараймыз. Бұнда бізде ондық бөлшектердің оқылуы көрсетілген. Келесі математика кітабындағы номері 716, номері 717 есептерді мына дескриптор арқылы бойынша шығарамыз. Жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазамыз. Кейін алдарыңызға берілген қағаздар бойынша бөлінділерді ондық бөлшек түрінде жазыңыздар. Оны мына дескрипторлар арқылы жазамыз. Бөлуді және бөлшекке айналдырады, жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырады. Сергіту сәті ретінде мына логикалық сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші топ. Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын? Екінші сұрақ. Үстел үстінде 3 стакан шие тұр. Марат 1 стакан шиені жеп қойды. Неше стакан қалды? Осындай логикалық сұрақтарға жауап береміз. Үйге тапсырма ретінде мына тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың барысын бас бармақ 5 саусақ әдісі арқылы бағалап кетеміз. Бас бармақ басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Бала бірлесу. Қалай жұмыс жасадым? Кімге көмек бердім? Ортан керек ойлану. Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Шылдыр жүмек, шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Кішкене бөбек көңіл күй ахуалы.